Бір демалыс күні Иса бір парызшыл жетекшінің үйіне шақырылып қонаққа барды. Бірге шақырылған парызшылдар ұқсас киімдер киіп отырған еді. Олардың мәртебелері де ұқсас болған. Сөйтіп бәрі ұқсас боп көрінсе де, олар төрде отырғысы келіп, бір-біріне қарап тұрған еді. Иса олардың сондай қалпын көріп, өзін өзі жоғарылатқан әркім төмендетіледі, ал өзін төмен ұстаған жоғарылатылады деді. Содан кейін өзін шақырған үй иесіне, түскі немесе кешкі қонағасы бергенде, дос, бауыр, туысқандарың, бай көршілеріңді шақырмай, керісінше кедейлер, кемтар, ақсақ соқырларды шақыр деді. Соны естіп отырған бір адам, Құдай патшалығындағы тойға қатысатындар бақытты деді. Иса оған Құдай патшалығы туралы астарлы әңгіме айтып береді. Біреу үлкен той жасап, қонақтар шақырыпты. Тойды бастайтын болғанда қызметшісін жіберіп, шақырылған адамдарды алып келуге бұйырды. Бірақ не жағдай болды? Шақырылғандар бәрі бірдей кенеттен кешірім сұрап, сылтау айтыпты. Біреуі, егіндік жер сатып алдым, соны барып көруім керек, тойға бара алмаймын деді. Келесі біреу, 10 өгіз сатып алып едім, соларды сынап жегіп көруге бара жатырмын деп, сылтауратып тойға келмеді. Ал тағы біреуі, мен жаңа ғана үйленген едім, сондықтан бара алмаймын депті. Осындай сылтаулар қызық емес пе? Егіндік жер сатып алған адамда, өгіз сатып алған адамда, үйленген адамда негізсіз себептер айтып жатыр. Егіндік жер сатып алу міндетті түрде алдымен көріп сатып алыну керек. Сатып алып қойған соң енді барып көру негізсіз себеп қой. Қымбат тұратын 10 өгізді алғанда тексермей алуға болмайды. Үйленгенмін деген сылтау да негізсіз. Сондай қуаныш жағдайда тойға барып, бір-бірін құттықтау дұрыс емес пе? Сөйтіп сол адамдар шынымен қолдары тимегендіктен бармаған емес, жай барғысы келмей сылтауратқан. Олар әртүрлі тойға барып жүріп, қандай той болса да қуанбайтындар екен. Той иесі соны естіп қызметшілеріне, қаланың көшелерін аралап кедейлер, кемтар, ақсақ, соқырларды алып келуді бұйырды. Соншама көп адамдар келсе де орын толмады. Сонда той иесі қаладан шығып үлкен жолдарда, әрі үйлердің айналасында жүргендерді шақыруды бұйырды. Алдымен шақырылғандардың ешқайсысы да қонақ асымнан ауыз тимейді деді. Балалар, төрде отырғысы келген адамдар өздерін жоғары санап, ал Құдай патшалығына шақырылуды маңызды санамайды. Әйтсе де өзін төмендеткен адам сол шақырудың қаншалықты қымбат екенін білгендіктен тойға қуана қатысатын болады. Құдай қазір де бізді тойға шақырып тұр. Сол шақыруға өзін лайықпын деп санамай, алғыс пен үміттене күтіп қатысатындар біз болайық.